Сәлем оқырман. Мөлдір мен Айсұлтанның ара қатынасы бүгін эфирде талқыға алынды. Жақсы көрініс болып жатқан еді, бір-біріне жарасымды, үйлесімді болып. Қатысушылар Мөлдірден Айсұлтанға деген қызығушылығын байқауда. Мөлдірде барынша осы таныстық жақсы жалғасуына тырысып жатқанын айтты. Бір мезетте қатысушы қыздардың тақырыбы көтерілді. Айсұлтан болса бүгінгі эфирде Заринаны қорғаштаған болатын. Оны көрген Мөлдір Айсұлтанның жасаған әрекетіне қарсылығын білдірді. Себебі деді, бізді атанан көріп отыр, Заринаға үміткер болып келдің ғой кезінде деп. Сол үшін де басқа қатысушы ұлдар қорғасын деді. Мөлдір осы әрекеті мүлдем қызғаныш емес екенін айтып, менен тек тырысып жатқан адамды көрсеңдер деді. Ол тақырып жабылып жатырса, Аяна тұрып маған Айсұлтан желіде күн сайын жазады деп қоймады. Аянаның Айсұлтанға деген реніші, әлде сезімі бар ма? Қыз жігіттен үмітті секілді. Аса қатты сезімге қатысты әңгіме Аяна мен Айсұлтанның арасында болмағаны көрінді. Жай ғана Мөлдірдің қызғанышын ояту болды ма Аянада? Себебі бірге бір жерде болғасын, араласпай үндемей отырмайды ғой. Таныстықтары жалғасты. Алда көре жатармыз, қаншаға дейін осы таныстық жалғасын табады енді. Көрермендердің пікірін бір оқып көрсек. Айсұлтан модель, Мөлдір капризная красавица. Байлықты ойламай, адам бойынан жақсылықты іздеп, жарасымдылықты ойлау керек. Муса Мөлдірді басып тастайды. Мусаға ой ерісі өзінен биіктеу тұрған сұлу, сымбатты қыз керек. Мөлдір сүйкімді болғанмен, қу қыз ғой. Әдемі сөйлеп білдіртпейді, өзін жоғары ұстайды. Тимурдың арқасында қосылайықта мисс болып еді. Еледік мисс бол андай көкіректеніп кетті. Бірақ майда сөйлеп білдірмейді, өте қу. Айсұлтаннан үлкен көрінеді бетін, ернін өзгерткеннен бері. Данышпансып сөйлегенмен мына жігіттің сый-сыпатын алып пайдаланып. Біраз уақыт өткен соң, хош дейді әлбетте. Мөлдір Тимурды көргің келмейді деп өзін жоғары қояды. Тимур жақсы жігіт, енді оған қарамайды, сырын біледі. Ал Зарина Мөлдірден жас көрінеді. Бірақ оны да шынайы емес деген күдік туады. Бір түрлі әдемі сейлегенмен, деді оқырмандар. Ал сіздің ойыңыз қалай?